Hey, I want to practice my English. Please ask me by... Көбісі адамдар осы молдова сөзімен ағылшынша таңғалады. Міне мен қолданатыным бір тактика. Әрқашан жеңіл нәрседен бастаймыз. Мені қараңыз. Мені қараңыздар қандай обычный сурет, детский, е? Кішкене ұят емес па дейсіз па? Жоқ, нормально. Hey, I want to practice my English. Please ask me by this picture something. Absolutely. All right, let's do it. So, looking at this picture, can you tell me who you think these animal characters are and maybe what they're doing? Feel free to just describe it in English as best as you can. I think it's airport and someone don't find in his ticket some information and someone lost his baggage and it's the orange here. That's a great start. Yeah, it definitely looks like an airport scene, and I think you're right. It seems like maybe one of these characters is a bit confused. Қуасыңдар ма дейсіз ба? Жоқ, нормально, мынандай детский нәрселерден бастау проблема емес негізі. Және де мультик қарау керек анандай ағылшынша тілде. Субтитрмен, субтитрмеспен, ну, по-разному. Субтитрмен қарасаңыз, ол уже нелерді, кәм деп, разбормен болса. Мына сөзіне қарап тұрсаңыз, былай просто тыңдауға субтитрсіз көрсеңіз болады, дұрыс негізі. Себебі субтитр кішкене кедергі болады. Былай оқып дауысына көп мән бермей кетесіз. Былай дауысқа үйрене берсеңіз, уже 1-2 жылдан кейін не шыға бастайды, результаттар. Реклама ештен жоқ бұл видеода, я. Бұл просто бәрі мен өзім тегін үйренгенім. Мектепте де үйренбедім. Мектепте 4-ке ма шықтым ағылшыншада. Бәрінде 5-ке, мектепте мен 4-ке шықтым ағылшынша. Вообще ағылшынша тек Mom, Dad, how are you? Hello, I'm fine деген нәрселер болмаса, былай ештеңе түсінбейтін едім. Сосын мен ағам көмектесті кішкене. Басында стартовать етуге ағам көмектесті. Ағам сол А0 уровень, может, көмектесіп жіберді. Ары қарай уже алып кеттім. Видеоларды қарадым, мынандай практикалар, простой, детский, позорный сияқты нәрселер.